Bir жігіттің басынан кешкен оқиғасын айтып берейін. Bir жігіт жаңғыз әпкесі болады. Әке шешесі қайтыс болып кетеді. Содан жаңағы бала ауылды тастап, бала шағасын алып қалаға көшіп кетеді ғой. Содан айлар өтеді, жылдар өтеді. Жаңа кемпір шалының жыл садақаларын өткізеді. Содан соң апасымен ақылдасады ғой. Жаңғыз апасы болады, жаңғыз апасымен ақылдасып, мына үйді сатайық, енді не істейміз, қара шаңырақты деп. Содан соң бөліп алайық ақшасын деп. Сөйтіп сондай тұжырымға келеді. Солай құп көреді екеуі де. Енді ол ауылдың қақ ортасында тұрған үй болады. Сатқан жағдайда да 5-6 миллионның көлемінде ақша болады ғой. Содан сонда келісімге келеді да ауылдан кетіп қалады ғой жаңағы жігіт. Содан бір күндері ауылдан бір ескі танысын көріп қалады да, ауылдасын көріп қалып әңгімелесіп отқан кезде жаңағы әңгімені айтады ғой. Иә, кемпір шалың үйі тұр, жақында көшіп барды апаң деп, сол үйге деп. Содан ана жігіт үйіне келеді. Енді ашуланады ғой, маған бір ауыз айтпады ма апам деп. Ол кезде, как раз сол кезде ішіп жүрген уақыты болады, арақ ішіп жүріп, араққа тойып алып, апасына қоңырау шалады ғой. Сен неге маған бір ауыз айтпайсың, ол үйді сатамыз деп келістік қой екеуміз. Неге бір ауыз айтпай кіріп аласың деп. Білмеймін, маған сол үйдің жарты ақшасын бер, соны не істесең оны істе, маған 3 миллион теңге тауып бер дейді. Содан апасы жарайды дейді, тауып берем ақшаңды деп. Содан телефонды қойып тастайды ғой. Bir ай өтеді, 2 ай өтеді, хабар болмайды. Содан бір күні тағы қызулап алады да ауылға қарай бет алады ғой. Ауылға қарай бет алса, апасы сол барған күні қайтыс болып кеткен екен. Енді уақыты болып, ажалы келіп қайтыс болып кеткен. Сол қара жамылып атқан сол несін шаңырақтың үстіне барады. Содан жездесінен сұрайды. Жезде қалай болды? Апам ауырып жүрмеді деп. Жездесі айтады, 1,5 жылдай болған екен ауырғанына, жаман аурумен, ракпен ауырған екен, бізге айтпаған екен. Сол ауруын бір күн қалғанда білдік, кеше білдік. Кеше маған аманаттап бір хат беріп кетті. Осындай бауырым келсе бер деп, саған бер деп айтады ғой. Хатты алып қолына береді, сыртқа шығып кетіп, хатты конвертті ашып қараса, ішінде 3 миллион ақшасы бар екен, баяғы сұрап жүрген үйдің ақшасы деп. Содан бір жапырақ қағазға хат жазып кеткен екен, інім осындай жағдай болды, ауырып жүрдім, ешкімге айта алмадым. Мынау тірнектеп жиған үй ақшам еді, ол саған бұйырғанша осы ақша. Бірақ мына қара шаңырақ менің бала шағамның несінде қала берсін, үйді сатуға қимадым, кемпір шалдың үйі болғасын. Неде болса, балдарым осы үйде тұрақтап қалсын деп үлкен өтінішін айтқан екен. Сонда еңіреп жылаған екен жаңағы жігіт. Еңіреп жылап, орын толмас өкініш қой енді. Содан жездесі келіп, қолтығынан сүйеп тұрғызып атқанда, бірақ есін жиған екен. Сол айтайын деп отқаным, енді боқ дүние ғой, ол боқ дүниеға таласып, сонша жанжалдасып, жаңғыз апасына ренжітіп деген сияқты. Бүгін бармыз, ертең жоқпыз, қу дүние деп. Басымыз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Тек тату болайық, тума-туысқандармен, бауырларымызбен. Бауырымыз аман болсын. 5 күндік жалған дүниеде бір-біріміздің қадірімізді біліп, сыйласып өтейік.